1258 жылы Шыңғысхан немересі Құлағу Елхан Бағдатқа әскери жорығын бастады. Бағдат ол кезде ислам өркениетінің астанасы саналатын, әлемдегі ең ірі қала болатын. Әрі Аббас әулетінен шыққан Әл-Муаттасим есімді халиф мұсылмандардың билеушісі болатын. Құлағу әскер құрамында біріккен моңғолдар мен кресшілерден бөлек үш төмен алтын орда әскері болған еді. Өйткені оларды Батиханның ұлы Сартақ билік басында болған кезде Құлағу әскеріне қосқан. Сол 1258 жылы сарайшықта алтын орда тағына Берке хан келген соң, ол дереу хабаршы жіберіп, Құлағу әскер құрамындағы алтын орда жауынгерлерін мұсылмандарға қарсы соғыстан бас тартуын бұйырды. Өйткені өзі мұсылман бола тұра, әу бастан Құлағу Елхан әскерінің Араб жазирасына жасамақ болған шапқыншылығына қарсы еді. Алайда Құлағу Елхан өз әскер құрамындағы алтын ордалық әскер қолбасшыларын өлтіріп, сарбаздарын өзінің қолбасшыларына бағынуға мәжбүрледі. Бірақ үш төмен алтын орда әскері оған бағынбай сәтін тауып бөлініп қашты. Екі төмені шамамен 20 мың сарбаз Берке ханның бұйрығына бағынып Мысырға қарай бет алды, мұсылмандарға жәрдемдесу мақсатында. Ал қалған бір төмен әскер ауған жеріне қарай қоныс аударды. Оларды бүгінгі заманда ауған елінде хазарлар деп атайды, яғни қазақтар. Сонда да моңғолдар мен кресшілерден тұратын Құлағу әскері Бағдатты жаулап алып, халиф Әл-Муаттасимді өлтірді. Мұсылмандарға аса қатыгездікпен жасаған олардың жауыздығына қарап, халық ақырзаман таяуда келетін Әджуж-Мәжуж деп санаған болатын. Әрмен қарай Құлағу Елхан әскері басқа да мұсылмандар қалаларын жаулауға бет алған болатын. Солардың ішінде Мысыр мен Мекке әрі Медина қалалары. Бірақ алтын орда тағына келген Берке хан оларға қарсы әскери жорығын жасақтай бастағанын естіген ол әскерін екіге бөлуге мәжбүр болды. Кетбұға есімді қолбасшысын 20 мың әскермен Мысырды жаулауға аттандырып, өзі Құлағу бір бөлік әскерменен астанасы Тебризге жөнелді. Алтын орда әскеріне қарсы тұруға, егер олар кенеттен соққы берер болса. Әрине, Мысырда мәмлүктерден жасақталған әскер қолбасшысы болып тұрған Байбарысқа келіп қосылған 20 мың алтын орда әскері жойқын серпіліс берген сыңайлы. Себебі олар өзінің отандастары еді, әрі майдандарда үлкен тәжірибе жинаған. Содан болса керек, 1260 жылы Айн-Жалут атанып кеткен мысырлықтардың моңғолдармен біріккен кресшілерге қарсы шайқасында Құтуз бен Байбарыс әскери жеңіске жетіп, ислам әлеміне үлкен шешуші жеңіс әкелген болатын. Содан бастап Байбарыс Мысыр сұлтаны сайланып, бірінен соң бірі кресшілер мен моңғолдарға қарсы шайқастарда жеңіске жете бастады, мұсылман қалаларын азат етіп. Сол үшін араб халқы Байбарыс сұлтанды Абул-Фат, яғни жеңіс әкесі деп атады. Ал Мысыр мен алтын орда арасында ғасырларға созылған әскери одақ және дипломатиялық қарым-қатынас орнаған болатын. Берке ханның есімі барлық араб мешіттерінде хутбада аталғанын тарих көздерінен білеміз.